Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 70-ші сабағымызды бастаймыз. Өзіңді тексер. Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы. Сен бұрыштың және көп бұрыштың түрлерін ажыратуды, бұрыштарды және көп бұрыштарды сызуды, нұсқаулық бойынша торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды, берілген заңдылық бойынша тізбек құрастыруды, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табуды үйрендің. Бірінші степ, тік бұрыштың моделін пайдаланып дәптерге төбесі жоғарыда сол жақта мінекей, төменде сол жақта, жоғарыда оң жақта, төменде оң жақта орналасатындай тік бұрыш сыз. Мінекей біздер тік бұрыш сыздық, яғни бұрышы 90 градусқа тең болу керек. Екінші степ, тапсырманы дәптерге орында. Ұзындықтары 1 дециметр 3 см және 2 см болатын екі кесінді және олардың қосындысы мен айырмасына тең кесінділер сыз. 1 дециметр 3 сантиметр дегенді 13 сантиметр жазып қоямыз. 2 сантиметр жазайық. Енді оларды қосатын болсақ, 1 дециметр 5 сантиметр шығады. Дәл сондай кесіне салуымыз керек. Енді азайтатын болсақ, 1 дециметр 1 сантиметр шығады. Дәл сондай қылып кесіне салуымыз қажет. Келесі. Буындардың ұзындығы 3 сантиметр, 4 сантиметр және 1 сантиметр тұйықталмаған сынықсыз. 3 сантиметр, 4 сантиметр, 1 сантиметр және олар тұйықталмаған болу керек. Және бір нүктеден шығатын 4 сәулесіз. 4 сәулесіздік бәрі бір нүктеден шығады. Үшінші степ, дәптердің тура ортасындағы 4 торкөздің шекараларын шаршы болатындай етіп қызыл қарындашпен қоршапсыз. Мінекей, қызыл қарындашпен жасадық. Шаршыны қызыл түсті қылып 2-2-ден. Сосын оң жақ жоғарғы төбесінен 4 торкөз жоғары жылжытып, дәл осындай көк шаршы сыз дейді. Мінекей, көк шаршы сыздық. Одан кейін, оң жақ төменгі төбесінен 4 торкөз төмен жылжытып, дәл осындай жасыл шаршы сал дейді. Мінекей, жасыл салдық. Одан кейін, сол жақ жоғарғы төбесінен оңға қарай 3 торкөз жылжытып, дәл осындай қоңыр шаршы сал. Мінекей, мына жерден бастап 3 шаршыды 3 шаршы жылытып қоңыр шаршы салдық. Одан кейін сол жақ төменгі төбесінен солға қарай 3 торкөз жылжытып күлгін шаршы салдық. Төртінші степ, дәптерге 3 бұрыштарсыз, олардың әрқайсының бір тік бұрышы болсын. Бір тік бұрышы бар, 3 бұрыш салдық. Бір доғал бұрышы бар, 3 бұрыш салдық және 3 сүйір бұрышы бар, 3 бұрыш салдық. Бесінші степ, дәптерге 4 бұрыштарсыз, олардың әрқайсының 2 тік бұрышы болсын. Мінекей, 2 тік бұрышы бар. Бір доғал, бір сүйір бұрышы болсын. Бір доғал, бір сүйір бұрышы болсын. Алтыншы степ, дәптерге бұрыштың, көп бұрыштың, 4 бұрыштың түрлерінсіз. Сүйір бұрыш бар, тік бұрыш бар, доғал бұрыш бар. Көп бұрыштың түрлері. Көп бұрыштың 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш деп сала беруге болады. 4 бұрыштың түрлеріне тік 4 бұрыш және шаршыны салуға болады. Жетінші степ, нұсқасы. Тура теңдік пен тура теңсіздікті ғана жаз. 8 ондық 7 бірлік, ол 99-дан артық болмайды, оны жазбаймыз. 39-да 8 қосқанда 47 шығады, ол дұрыс. 6 дециметр 8 сантиметр, ол 86 сантиметрге тең болмайды. 76-да 8 алғанда ол 69-дан кем болады дейді, ол дұрыс. Заңдылықты анықта сандар тізбегін толықтыр. 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41. 23-тен 22 алғанда 1, 25-тен 23 алғанда 2, 26-тан 25 алғанда 1, 28-тен 26 алғанда 2, 29-дан 28 алғанда 1, 31-ден 29 алғанда 2, 32-ден 31 алғанда 1, 32-ге 2 қосқанда 34, келесі сандар табатын болсақ. 34-ге 1 қосқанда 35, 35-ге 2 қосқанда 37, 37-ге 1 қосқанда 38, 38-ге 2 қосқанда 40, 40-қа 1 қосқанда 41 шығады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сізбен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.